Аға буын өкілдерінің өмір сүру сапасын арттыру үшін 2020 жылдан бастап Қазақстанда белсенді ұзақ өмір сүру орталықтарының желісі дамуда. Бұл орталықтардың негізгі мақсаты егде жастағы қазақстандықтарды белсенді зияткерлік, шығармашылық, қоғамдық қызметке ұрпақтар сабақтастығына тартуға жәрдемдесуге бағытталған жүйелі мәдени демалыс жұмысы үшін инфрақұрылым құру болып табылады. Қазіргі уақытта елімізде 115 белсенді ұзақ өмір сүру орталығы жұмыс істейді. Оның 58-і ауылдық жерлерде орналасқан. 2024 жылдың өзінде 29 жаңа орталық ашылды. Белсенді ұзақ өмір сүру орталықтарында азаматтар сауықтыру, білім беру, еңбек, бос уақыттарын ұйымдастыру және психологиялық қызметтерді ала алады. Орталықтар іске қосылған сәттен бастап 4000-ға жуық түрлі қызмет көрсетті, 20 мыңнан астам іс-шара өткізілді. Орталықтар жұмысының нәтижесінде егде жастағы белсенді азаматтардың саны артып, олардың денсаулығы мен психоэмоционалды жағдайы жақсарды. Аға буын өкілдері халықаралық байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болған жайттары да бар. Орталық жұмысына қатысты халықты әлеуметтік қорғау органдарына немесе 1414 байланыс орталығына жүгінуге болады.